Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің шеберлік сағатының тақырыбы мынандай қыз балаларға арналған, ару қыздарымызға арналған қазақи нақыштағы осындай тәжінің үлгісін жасауды үйренеміз. Алдымен бізге фетр қажет, және тәжіге қолданған ою өрнектің үлгісі қажет болады. Және де карандаш, желім, ине жіп, қайшы, сондай-ақ әдемі осы тәжіні безендіру үшін әдемі тастар мен моншақтар қажет болады. Енді жұмысымызды бастамастан бұрын біздер осы ою өрнегімізді фетрға бастырып аламыз. Бастырып сызамыз, оны қолымызбен ұстап тіреп отырамыз. Яғни қозғалып кетпеу керек. Осы дайын болған оюымызды қайшымен ойып қиып аламыз. Біздің оюымыз дайын болды. Енді осы оюды біздер әсем тастармен безендіреміз. Ол үшін біздерге ыстық желім қажет болады. Ыстық желім арқылы жабыстырамыз. Мен сонымен қатар қосымша қошқар мүйіз осы оюын пайдалана отырып мынандай өрнекті ойып алдым. Осы оюды енді осы диадемамызға, тәжімізге жалғаймыз, жабыстырып желім арқылы жабыстырамыз. Міне біздің тәжіміздің болашақ үлгісі дайын болды. Тәжімізді әрі қарай безендіріп, оған үкі жабыстырып, яғни үкі қыз балаларды, немесе бана кішкентай қаншайым аруларымызды тіл көзден сақтасын деген мағынада үкіні қадайды деген. Міне біздің алдымызда осы тәжіміздің дайын үлгісі тұр. Осы дайын үлгіден басқа өздеріңіздің қиялдарыңызбенен одан да әдемі етіп, әшекейлеп тәжімізді жасап шығаруға болады. Зейін қойып тамашалағандарыңызға көп рахмет.